Қайырлы күн достар, өте оңай алатау салатын дайындайтын боламыз. Бізге қажетті заттар: тұзды қияр, салат жапырағы, қызанақ, ірімшік және шұжық. Тұзды ірімшік қажет болады. Ең алдымен шұжықты дәл осы видеодағыдай турап шығамыз. Ірімшікті де видеодағыдай тураймыз. Тұзды қиярды бүтін күйінше қосамыз және қызанақты дәл видеодағыдай тураймыз. Салат жапырағын үлкен бөліктерге бөлеміз және тұзды ірімшікті дәл видеодағыдай осылай ажыратып шығамыз. Салатқа майонезімізді қосамыз, сонымен салатымыз дайын болады. Біздің салатымыз дайын, өте оңай дайындалады және тез желінетін салаттың түрі. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, кез келген мерекелік дастарханға өте әдемі көрінеді. Тұзды ірімшігімізді осылай үстінен қоямыз, сол кезде біздің салатымыз өте әдемі көрінеді. Алдағы уақытта жаңа рецепттерімді жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.